Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге бір жасағанда шығатын өте керемет жұмсақ болып шығатын сметаник пирогтың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға алдын ала илектен өткізілген ұнымызды саламыз және де қамыр қопсытқышымызды, яғни разрыхительді бір шай қасықтап қосатын боламыз. Жақсылап осылай құрғақ қоспаларды ең бірінші араластырып аламыз. Ендігі кезекте бөлек ыдысымызға 2 жұмыртқаның сарыуызын және қантымызды қосып, венчиктің немесе вилканың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Басында араластыру өте қиын болады, сонан кейін үстіне 50 мг болатын бөлме температурасындағы жылы суымызды қосып, ары қарай тағы да жақсылап араластырамыз. Шамамен 5 минуттай араластырып, қантын ерітетін боламыз. Ендігі кезекте ұнымыздың үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды немесе маргаринімізді салып, қолыңыздың көмегімен осылай ұнға араластырып отырып, үгітетін боламыз, яғни крошка жасайтын боламыз. Осылай жақсылап араластырамыз, екі қолдың көмегімен жақсылап үйкелеп, әдемі крошка жасайтын боламыз, яғни ұнтақ жасаймыз. Қоспамызды тағы да бір рет араластырып жіберіп, осы қоспамен қазір жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей видеода көрсетілгендей осындай песочный тесто шығуы қажет. Енді тестомызды салафанға салып, холодильникке 20 минутқа қалдырамыз. Ендігі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін 20-25% қаймақты қолданамыз. Міндетті түрде қаймағымызды ыдысымызға салып, үстіне 2 жұмыртқаны салатын боламыз. Міндетті түрде қаймағымыз 20-25% болуы қажет. Үстіне қантымызды қосып, және де жүгері крахмалын қосыңыздар. Міндетті түрде картоп крахмалы жарамайды. Осылай барлығын қосып, ең соңында венчиктің көмегімен біркелкі масса болғанша, ешқандай түйіршіктері қалмағанша жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің салмамыз осымен дайын болды. Осындай видеодағыдай сұйық болып шығуы қажет. Енді формамызды дайындаймыз. Осындай арнайы пирог пісіретін формаға осы пергамент қағазды өлшеп қиып алсаңыздар болады. Немесе өзіңізде бар кез келген формаға пісіре берсеңіз болады. Холодильниктен қамырымызды алып, осылай видеодағыдай жақсылап жайып шығатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай екі қолдың көмегімен барлығын бір тегіс біркелкі етіп жақсылап жайып шығамыз. Құрметті менің көрерменім, дәл осы видеоның астына толық описание бөліміне рецебін қалдыратын боламын. Міндетті түрде қарап алыңыз. Ешқандай да артық қамыр қалмайды. Осылай барлығын әдемілеп бір тегіс етіп жайып шығамыз да, вилканың көмегімен төменгі жағын тесіп шығамыз. Және де қоспамызды бір рет жақсылап араластырып жібереміз де құйып шығамыз. Жиектерін осылай әдемі етіп барлығын тегістеп 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Құрметті менің көрерменім, пирогыңыз піскеннен кейін бірден кесуге болмайды. Міндетті түрде 1-2 сағат бөлме температурасында суытыңыз. Сол кезде өзінің формасын сақтап, өте әдемі болып шығады. Егер де менің видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, подписация бөлімін басып қойыңыз. Алдағы уақытта өте оңай ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған Гүлсая.